Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан Жұмабаева. Бүгін бір дайындығынан өте керемет, нәзік, дәмді болып шығатын сметаник пирогының рецептісін сіздерге ұсынамын. Шын мәнінде өте керемет болып шығады бір жасағаннан. Ал ендеше пирог дайындауды бастайық. Ең алдымен құрғақ ыдысқа ситадан өткен ұн және қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Сонан соң тоңазытқышта тұрған майды алып, ұнға ауната отырып, үккіден өткіземіз. Үккіден өткізіп болған соң, песочный қамыр болғанша видеода көрсетілгендей қолымызбен майды ұнға езгілейміз. Қамырымыз видеода көрсетілгендей песочный болғаннан кейін шекер және жұмыртқа салып жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырымыз видеода көрсетілгендей жұмсақ болуы қажет. Формамызды дайындап, қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз, өзімізге оңай болуы үшін. Мендегі форма диаметрі 24 сантиметрлі. Қамырымызды екіге бөлгеннен кейін бір бөлігін астына, бір бөлігін жанына бортик ретінде орналастырып аламыз, видеода көрсетілгендей. Қамырымызды формаға орналастырып алғаннан кейін артық қамырларды пышақпен алып тастаймыз. Егерде сіздегі форма видеода көрсетілгендей болмаса, бортиктағы қамырларды вилкамен реттеп қойсаңыздар болады. Сонан соң салмамызды дайындаймыз. Ол үшін 20% қаймақ, жұмыртқа және шекер қосып жақсылап салмамызды араластырып аламыз. Дайын болған салмамызды формамызға құямыз, және де қыздар салманы құйғаннан кейін қамырына жан-жағына айналдыра отырып тигізіп алсаңыздар, сонда пирог піскеннен кейін салмасынан ажырамай тұратын болады. Сонан соң пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште 40-45 минутта 180 градуста пісіреміз. Сіздердегі пештің қызуы әртүрлі болғандықтан бақылап отырғандарыңыз жөн. Дайын болған пирогымызды толық суығанша формасынан босатпаймыз, және кесуге болмайды, салмасы қатуы қажет. Сіздерге дайын болған пирогты бөліп көрсетейін, өте керемет болып шықты, сондай нәзік, өте дәмді болып шыққан. Егерде үйлеріңізде үлкен кісілер болатын болса, сол кісілерге жасап беруге кеңес беремін, өйткені шаймен керемет үйлеседі.
менің көрсеткен техникаммен жасасаңыздар, сіздердің де пирогтарыңыз бір дайындағаннан өте керемет, өте дәмді, мінсіз болып шығуы қажет. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Аружан Жұмабаева. Менің каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.